Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгінгі көңіл күйіміз қандай? Жақсы, отыра қойыңдар. Ал енді кезекші сабақта бүгін оқушылар түгел ма? Жақсы, онда балалар алдыңғы сабағын бастаймыз. Алдымен алдыңғы білімді еске түсіріп алайық. Ол үшін балалар біз таза тақта әдісі арқылы алдыңғы білімді еске түсіреміз. Қане оқушылар, дайындаламыз. Бірінші сұрақ: көп мүшенің бас коэффициенті және дәрежесі бос мүшесін қалай табамыз? Дәреже дегеніміз көп мүшенің арасындағы сан және дәреже x айнымалысының дәрежесі, бос мүше дегеніміз жалғыз тұрған сан. Жақсы. Келесі сұрақ: көп мүшенің мүшелері деген не? Көп мүшенің мүшелері көп мүшенің құрамына кіретін бір мүшелерді көп мүшенің мүшелері деп атаймыз. дұрыс, жақсы. Біртекті көп мүше дегеніміз не? Біртекті көп мүше дегеніміз көп мүшенің әрбір бір мүшелерінің қосындысы мәртебесі біртекті көп мүше деп атаймыз. Дұрыс. Стандарт түрдегі көп мүше деген не? Стандарт түрдегі көп мүше деп бір-біріне ұқсас емес бір мүшеден тұратын көп мүшені стандарт түрдегі көп мүше деп айтамыз. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қане дайын отырамыз балалар. Көп мүшенің дәрежесі деген не? Көп мүшенің дәрежесі деп құрамындағы бірінші дәрежесін ең үлкен дәрежесін айтамыз. Дұрыс, отыра қой. Келесі сұрақ балалар. Көп мүшенің қандай түрлері бар? Көп мүшенің екі түрі бар. Біріншісі симметриялық көп мүше, екіншісі біртекті көп мүше. Дұрыс. Келесі сұрақ: көп мүше деген не? Бір мүшенің қосындысын көп мүше деп айтамыз. Дұрыс. Келесі сұрақ балалар. Бір айнымасы бар көп мүшенің қандай элементтері бар? Бір айнымалысы бар көп мүшелердің коэффициенті, көп мүшенің коэффициенті, көп мүшенің мүшесі, көп мүшенің бос мүшесі, көп мүшенің дәрежесі. Дұрыс. Енді келесі сұрағымыз: симметриялық көп мүше дегеніміз не? Симметриялық көп мүше, яғни y пен x-ті алмастырғанда олар өзгермеген жағдайда онда ол симметриялық көп мүше болады. Дұрыс, отыра қойыңдар. Балалар, міне алдыңғы білімді еске түсірдік. Енді бәріміз дәптерімізді ашамыз, күн реті және тақырыпты жазамыз. Бүгінгі тақырып өтетін тақырыбымыз бір айнымалысы бар көп мүшенің жалпы түрі деп аталады. Параграф 31. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты: бір айнымалысы бар көп мүшелерді ажырата білу және оны стандарт түрге келтіре алу. Бір айнымалысы бар көп мүшенің бас коэффициентін, дәрежесін және бос мүшесін табу және қолдану. Осыған байланысты бағалау критерийлері: бір айнымалысы бар көп мүшелерді ажырата біледі, оны стандарт түрге келтіре алады және бір айнымалысы бар көп мүшелердің элементтері, бас коэффициенті, дәрежесін, бос мүшесін табады және көп мүшелерге қосу, азайту, көбейту амалдарын қолданады. Осыған байланысты балалар, келесі тапсырма:
бәріміз параграф 31-ді ашамыз. Параграф 31-ді. Осы жаңа тақырыпты балдар бәріміз оқып үйренеміз. Ол үшін мен сендерге зерттеу және талдау әдісі бойынша тапсырмаларымды беремін. Симметрия тобы параграф 31-ден 8-9 беттерді, ал біртекті көп мүше тобы 6-7 беттерді оқып үйреніп, екінші топқа түсіндіреміз. Ал балалар, іске сәт оқулықпен жұмыс жасаймыз. Біртекті тобы өздерінің оқып үйренгендерін постер әдісі арқылы түсіндіреді. Қане балалар? Екінші топ, симметриялық көп мүше тобы тыңдап отырамыз. Брайан Малсман көп мүшенің жалпы түрі деп, I мен X-тің n дәрежесі қосылған I n минус 1 X-тің n минус 1 дәрежесі қосылған I n минус 2 X-тің n минус 2 дәрежесі қосылған A1 X қосылған A0. Мұндағы алар бас коэффициенттер болса, A0 емес бос мүше. Көп мүшенің бас коэффициенті түбірасы 2-ге тең болса, мына жер бос мүшеміз 14-ке тең болады. Әдетте көп мүшенің дәрежелерін кеміретін жазамыз. X қосылған 2 қосылған 3x куб азайтылған 7x квадрат. Осы көп мүшемізді стандарт түрінде жазатын болсақ, 3x куб азайтылған 7x квадрат қосылған x қосылған 2. Бұл жерде бас коэффициент 3-ке тең, дәрежелері 3, екінші коэффициент 7, үшінші коэффициент 1, бос мүше 2-ке тең. Көп мүшенің белгіленуі px, qx, rx, sx. Көп мүшенің дәрежесінің белгіленуі px болады. Мұнда an, n-1, an-2, a1, a0 дегеніміз бұл көп мүшенің коэффициенттері. an үлкен коэффициент, a0 бос мүше. 2x куб минус түбірасты 3x квадрат минус 3-2x қосылған 1. Мұндағы 2 үлкен коэффициент, 1 бос мүше. IN X-тің n дәрежесі, IN минус 1, X-тің n минус 1 дәрежесі, IN минус 2, X-тің n минус 2 дәрежесі, A1, X1, A0 болса, бұл көп мүшенің мүшелері деп аталады. Егер A 0 болса, онда сәйкес мүше жазылмайды. X-тің 4 дәрежесінің коэффициенті 1, 0, 0, 0 болады. Дұрыс, балалар, отырамыз. Ал енді екінші топ. Барлық коэффициенттері және олардың орналасу реті белгілі болған жағдайда көп мүшені жазуға болады. Сонымен қатар екі көп мүшенің дәрежесі бірдей және сәйкес коэффициенттері тең болған жағдайда оны көп мүшеге тең болады. Мысал келтіре отырам. 3x куб минус 7x квадрат плюс x плюс 2 x қосылған 2 тең x 3x-ның 4 дәрежесі минус 7x плюс x-ның 2 дәрежесі плюс 2x плюс 6x минус 14x-ның 2 дәрежесі плюс 2x плюс 4 тең 3x. X тең xn плюс an минус 1 дәрежесі xn 1 дәрежесі қосылған an минус 2 дәрежесі x2 дәрежесі қосылған a1 дәрежесі x қосылған a0. Келесі. Көп мүшелерді қосуға, азайтуға, көбейтуге болады. Бізде бірінші мысал 3x куб минус 7x квадрат қосылған x қосылған 2 қосылған x куб қосылған 13x квадрат минус x минус 2 тең болады 4x куб қосылған 6x квадрат. Мысалға көп мүшеден екі мысал алайық. Бірінші мысал 2x тең синус pi бөлінген 6x куб минус түбірасы 4 плюс 2 түбірасы 3x квадрат минус x және екінші мысал qx тең 2-ден 1x куб минус 1 плюс түбірасы 3x квадрат минус конвекс pi бөлінген 4x көп мүшенің дәрежесі тең болады, себебі көп мүшенің бірінші дәрежесі 3-ке тең, екінші дәрежесі 2-ге тең, үшінші дәрежесі 1-ге тең. Сондықтан бұл көп мүшенің дәрежелері тең болады. Көп мүшелердегі қосу мен көбейтудің ауыстырылуды қасиеті. Px қосылған qx тең, qx қосылған px. Px көбейту qx тең, qx көбейту px. Жақсы, балалар. Көп мүшелердің қосу мен көбейтудің терминдік қасиетіне келетін болсақ, яғни біріншімен
термдік қасиетінің қосуын айта кететін болсам, px плюс qx плюс rx тең px плюс qx көбейтілген rx. Және осымен қатар көбейтудің термдік қасиетін айта кететін болсам, px көбейтілген qx көбейтілген rx тең px көбейтілген qx көбейтілген rx. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Ал енді балалар, біз зерттеу және талдау әдісі арқылы жаңа тақырыпты өзіміз оқып үйрендік. Енді осы бірінші тапсырмаға топтардың бірін-бірі 2 жұлдыз 1 тілек арқылы бағалауы. Екінші топтар барлығы түсінікті болды, бірақ формулалармен көп жұмыс істеу керек тағы. Рахмет. Келесі топтың бірдегі топқа бағасы. Бірдегі топ өте керемет түсінікті. Енді бар есеп жағынан Мысалдар мысалдар келтірді, келтірсе. иә? Жақсы балалар. Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз, екінші тапсырма, топтық жұмыс тапсырмаларын балалар. Бұл жерде сендерге қарайықшы балалар. 2 көп мүше берілген, осы көп мүшелерге қосу, азайту және көбейту амалдарын қолданамыз. Қане жұмыс жасаймыз. Тақтаға 2 оқушыны шақырамын. Біртекті көп мүше тобынан Назым, симметриялы көп мүше тобынан Думан тақтаға есеп шығарады. Қалған оқушылар, қане жұмыс жасаймыз балалар, көбейтуді орындаймыз. Топ басшылар өз топ мүшелерінде белгілеп отыруды ұмытпаңдар. Қане, өздеріңнің қосу көбейтуге шығарып жатқан есептерін қане. Енді біртекті көп мүше тобы шығарып жатқан есептеріміз қосу амалын орындапсыңдар, азайту амалын орындапсыңдар, көбейту амалына келіпсіңдер. Қане орында берейік. Енді оқушылардың қане тақтаға қол аударайықшы балалар. Біз 2 көп мүшені азайтамыз. Бізде бірінші көп мүшеде 4 мүше бар. Олардың бас коэффициенті x-ке, дәрежелері 3-ке тең. Екінші көп мүшемізде 4 мүше бар. 3 мүше бар. 3 мүше бар. Олардың бас коэффициенті 2-ке, дәрежелері 3-ке тең. Біз бірінші мүшеге екінші мүшені азайтсақ, минус x көп шығады. Екінші мүшенің екеуі теріс сан болады, олар қосылып кетеді. Сонда бізде минус 3x квадрат шығады. Үшінші мүшемізде 3x-тің астынан 0 түскендіктен 3x-тің өзі түседі. Төртінші мүшелеріміздің бірі теріс, бірі оң сан болғандықтан ол екеуі азайтылып кетеді. Сонда 11-де 5 азайтсақ, 6 бұл бос мүше. Маған берілген көпмүше қосу амалымен орындалады екен. Бізде бірінші көп мүшеде 4 мүше бар, екінші көп мүшеде 3 мүше бар. Бізде енді қосу болғандықтан x бірге тең болады. Бірге егінді қоссақ 3x куб болады. Одан мерде 2x квадрат теріс сан болғандықтан азайтылады. Мынау x бір болса, x квадрат болады. Мен қосқанда бізде екінші көп мүшенің үшінші мүшесі берілмеген, демек бірге тең болса 3x-тің өзі түседі. Мында 2 бос мүшеде теріс сан болғандықтан екеуі қосылады, 16 шығады. Енді балалар, осы шығарылған есепті дұрыс жауабымен тексереміз. Қане, өздерінің шығарған есептерінде дұрыс жауаппен тексеріп көріңдерші. Қосу азайту амалы дұрыс екен. Енді балалар, көбейту амалына қарайықшы. Көбейту амалында міне бірінші көп мүшені екінші көп мүшеге көбейткен кезде әрбір мүшені жеке-жеке көбейте отырып, қандай көп мүше алдық, шыққан көп мүшені оқып жіберейікші. Қане, Аида. Көрмейту ма? Келіп жерін оқуға. Думан. 2x-тің 6 дәрежесі минус 3x-тің 5 дәрежесі қосылған 4x-тің 4 дәрежесі минус 18x-тің кубы минус 33x қосылған 5. Қандай көп мүше көріп тұрмыз? 6-шы дәрежелі көп мүше көріп тұрмыз.
отырады. Ал енді балалар, келесі тапсырма. Бәріміз сотымызды дайындаймыз. Сендерге мен тест беремін. Сол тест бойынша жасаймыз. Бүйтіп қойып отырыңдар, сотқа үстіне шығарып қойсын. Барлығы енді шешеміз қанекей. 10 сұрақтан тұратын тапсырманы орындаймыз. Әр тапсырма 1 балдан берілген. Сол бойынша егер тапсырманы орындап болсақ, кері байланысқа жібереміз. Сендердің орындаған тапсырмаларыңды мен өзімнің компьютермен немесе монитор тақтадан көре аламыз. Балалар, жақсы, сендердің жіберген кері байланыстары арқылы 10 баллық жүйемен бағаланамыз. Өздерің білесіңдер, 8, 9, 10 балл жинаған оқушы өте жақсы деген бағаға ие болады. 5, 6, 7 балға ие болған оқушы жақсы деген бағаға ие болады. 4-5 балл жинаған оқушы қанағаттанарлық бағасына ие болады. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта бір айнымалысы бар көп мүшенің жалпы түрі тақырыбын өзіміз оқып үйрендік. Енді балалар, сабақты қорытындыласақ. Бүгінгі сабақта біз нені меңгеруіміз керек еді? Негізгі балалар, біз бүгінгі сабақта бір айнымалысы бар көп мүшені ажырата білеміз және стандарт түрге келтіре аламыз. Сосын бір айнымалысы бар көп мүшенің бас коэффициентін, дәрежесін, бос мүшесін табамыз. Оларға қосу, азайту, көбейту амалдарын қолдануымыз керек еді. Бүгінгі сабақта осы 3 критерий бойынша сабақты оқып үйрендік. Енді балалар, кері байланыс. 5 саусақ әдісі бойынша кері байланыс береміз. Стикерге алдарындағы өздерінің 5 сөйлем арқылы бүгінгі сабақтан қаншалықты меңгергендеріңді жазасыңдар. Енді мен 1-2 оқушыдан бәріңді қатыстыра отырып, осы 5 саусақ әдісі бойынша ойларыңды білейін. Не маңызды және қызық болды? Түсініксіз қай тақырып түсініксіз болды? Немесе қай амал? Көбейту амалы. Отыра ғой, көп мүшені көбейту амалына келесі сабақтарда есеп шығаратын боламыз балалар. Енді не жеткілікті болмады балалар? Иә? Көп мүшелерге көбейту амалын қолдану жеткілікті болмады. Сонда біз теориясын әлі де болса меңгеретін боламыз. Ал балалар, көңіл күйіміз қандай? Керемет! Отлично. Қандай ұсыныстарың бар? Егер бөлу амалы болса, бөлу амалын үйрену. Дұрыс. Қызық әдіс тәсілдер арқылы есеп шығарса. Дұрыс балалар, иә. Келесі сабақта да жаңа платформалармен өтсек. Дұрыс балалар. Енді балалар, Думанның ұсынысына менің айтарым, келесі сабақта біз көп мүшелерді бөлу бойынша тақырып өтеміз. Сол кезде 4-ші амал көп мүшелерді бөлуді орындаймыз. Балалар, үйге тапсырма. Параграф 31, 31-де 4-ші есепті аламыз. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Бүгін сабақ ұнады, оның ішінде маған есеп шығарып өте ұнады. Топтық жұмыс досыңнан көмек ала алдың ба? Иә, Арай маған формуланы жазуға көмектесті. Ал өзің досыңа көмектесе алдың ба? Иә. Қай жағынан көмектесің? Сөздерді ұмытып қалған кезде айтуға, есеп шығаруға көмектесті. Топтық жұмыс саған қандай пайдасын тигізді? Топтық жұмыс маған әкелген пайдасы өзімнің достарыммен бірге бірлікте жұмыс жасау. Бүгінгі сабақта сен не үйрене алдың? Көп мүшенің 2 түрі бар екен және оның амалдарын үйрендім. Рахмет.